Мен Дүйсенғали Камалия, жалпы білім беретін пәндер бойынша 5-6 сынып оқушыларына арналған республикалық олимпиадасының аудандық кезеңінде ағылшын тілі пәнінен 2-ші орын алдым. Мен Анатова Сандуғаш. Республикалық жалпы білім беретін пәндер бойынша 9-11 сынып оқушыларына арналған олимпиададан 3-ші орын алдым. Мен Ислам Каусар, менің кіші отаным жас тарихшылардың республикалық интеллектуалдық байқауының аудандық кезеңінде жасампаздар. Менің өлкемнің тұлғалары мен батырлары номинациясы бойынша 2-ші орын алдым. Мен Смағұл Мейрамбек. Ақберен республикалық өнер байқауының аудандық кезеңінде 3-ші орын, жалпы білім беретін пәндер бойынша 9-шы. 10-шы сынып оқушыларына арналған республикалық олимпиадасының аудандық кезеңінде Қазақстан тарихы пәнінен 3-ші орын алдым. Мен Еркуатов Бекслам 5-6 сыныптарға арналған Алтын Сақа олимпиадасының аудандық кезеңінде 1-ші орын. Жалпы білім беретін пәндер бойынша 5-6 сынып оқушыларына арналған республикалық олимпиадасының аудандық кезеңінде математика пәнінен 2-ші орын алдым. Мен Сариева Шамси Қамар. 21 ғасыр көшбасшысы байқауының аудандық кезеңінде 1-ші орын алдым. Мен Сүлеймен Ақерке. 10-шы, 11-ші сыныптарға арналған алтын түлек математикалық олимпиадасының аудандық кезеңінде 1-ші орын алып облысқа жолдама алдым. Мен Нураддинова Мадина. 10-шы, 11-ші сыныптарға арналған алтын түлек математикалық олимпиадасының аудандық кезеңінде 1-ші орын алып облысқа жолдама алдым. Мен Куанғали Айжұлдыз. Зерде республикалық зерттеу жобаларының аудандық кезеңінде этномәдениеттану секциясы бойынша ауданнан 1-ші, облыстан 1-ші орын алып республикаға жолдама алдым.